Сәлем достар, бұл уақытпен өлшеу YouTube каналы. Біздің каналда жалпы елімізге және әлемге белгілі танымал адамдарды уақыт қалай өзгерткені жайлы болмақ. Уақытпен өлшеу каналының келесі шығарылымын көпшіліктің көңілінен шыққан, барлық адам әлі күнге жалықпай көретін, кеңес уақытында Шәкен Аймановтың бастауымен түсірілген қазақ комедиясы «Тақиялы періште» фильміне арнамақпыз. Бәрін айтта, бірін айт. Бүгінгі таңда бұл фильмнің жарық көргеніне 60 жыл уақыт болып отыр. Фильмдегі басты рөлді, яғни Тақиялы періштені сомдаған Әлімғазы Райымбеков. Оның кинодағы есімі Тайлақ. Райымбеков Әлімғазы фильмде ұзын бойлы, алпамса денелі, періште мінезді, кең пейілді, үнемі басынан тақиясын тастамайтын бойдақ, ұялшақ жігіттің рөлін ойнайды. 1936 жылы 1 желтоқсанда Алматы облысында дүниеге келген Әлімғазы Смағұлұлы алғашқы еңбек жолын ауылда трактор жүргізуші болып бастаған. 1966 жылдан бастап кино әлеміне аяқ басқан ол «Қилы кезең», «Тақиялы періште», «Көгілдір такси», «Қан мен тер» секілді 10-нан аса кинофильмге түсіп, қазақтың Тайлақ атанған. 10 жыл уақытын кино саласына арнап, одан кейін зейнеткерлікке шыққанша ауылда мұғалім қызметін атқарған. Әлімғазы Райымбековтың бүгінгі күні 10 баласы, 5 ұл, 5 қыз, 22 немересі, 16 шөбересі бар. Көңілі даладай кең, жүзіне мейірім ұялаған Әлімғазы ата дініміздің де жанашыры болды. Әлімғазы Райымбеков 2021 жылы 19 қаңтарда 85 жасқа таяған шағында дүниеден озды. Фильмде Тайлақтың анасы, Тана атты ананың бейнесін сомдаған Әмина Өмірзақова. Бүкіл фильм бойы ол өзінің Тайлақ атты ұлына қалыңдық іздеумен болады. Бұл рөлдің қызығы актриса едәуір жас болса да өзінен бірнеше есе үлкен кейіпкерді ойнайды. Сондай-ақ Әмина Өмірзақова бұл фильмде өзінің ешкімге ұқсамайтын ерекше күлкісімен көрерменді баурап алады. Қазақ халқының сүйікті актрисасы Әмина Өмірзақова 1919 жылы 8 наурызда Семей облысының Абай ауданы Шыңғыстау бөктеріндегі Қарауыл ауылында дүниеге келген. Әкесі ерте қайтыс болып, Қаптыға есімді ағасының қолында өседі. Жетістіктерінің көп болғанына қарамастан Әмина Өмірзақованың тағдыры бақытқа толы болды деп айту қиын. Себебі қазақтың зиялы қауым өкілдерімен бірге оның ағасы да репрессияға ұшырап, соғыс қарсаңында оны театрдан шығарып жібереді. Жақын адамдар теріс айналып, афишалардың барлығынан дерлік есімін алып тастайды. Актриса небәрі 45 жасында жесір болып қалады. Алайда актриса өзі үшін әйел бақыты бір рет қана бұйырады деп шешіп, толықтай жұмысқа беріледі. Театр, кино, телевидение, радиода жұмыс істеп қана қоймай, қалалық кеңестің депутаты болады. Халық әртісі мәңгілік сапарға аттанбас бұрын бірнеше жыл бойы полиартрит, диабет, қан қысымы, жүрегі мазалап, жүре алмай қалады. Көрермен көзайымына айналған актриса 2006 жылдың қыркүйегінде көз жұмды. Анамыз тірі болса, бүгінгі күнде 104 жаста болар еді. Фильмде Тайлақтың ұнатқан аруы Айша Досанованың рөлін Шолпан Алтайбаева сомдайды. Шолпан Жүсіпқызы 1947 жылы туылған. Ол атақты жазушы, қазақ журналисті Жүсіп Алтайбаевтың қызы. Ол ең алғаш рет ән қанатында фильміне 11 сынып оқып жүрген кезінде шақырту алады. Ал студент кезінде Тақиялы періште фильміне түседі. Шолпан Алтайбаева Алматы шетел тілдері институтының француз тілі факультетін тәмамдаған. Оқуды аяқтаған соң кинооператор Рамиль Сабировқа тұрмысқа шығады. Орта Азия ғылыми зерттеу институтында аудармашы және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясында итальян тілінен сабақ берген. Жүр біздің үйге. Бүгін телевизордан қызықты концерт болады. Отырып тыңдаймыз. Рахмет, телевизор біздің үйде де бар. Бірақ мен жоқпын ғой. Алтыншаш Тайлақты өзіне қаратып тұрмысқа шыққысы келген жағымсыз рөлдегі сыра сатушы қыз кейіпкері. Алтыншаштың рөлін Раиса Лунева сомдады. Раиса Луневаның кино актрисасы ретінде ойнаған рөлдерінен театр актрисасы ретінде сомдаған рөлдері басымырақ. Раиса 1990 жылдары Скат Самара телекомпаниясында редактор болып жұмыс жасаған.
Көптеген көрермендер Райсаның өз рөлін өте керемет сомдағанын әлі күнге дейін айтып келеді. Ол 2003 жылы 25 мамырда Самарада о дүниелік болады. Фильмде Шыңғыс рөлін Ермек Серкебаев сомдайды. Фильмде Тайлақтың анасы келін іздеу барысында оған өз көңілін білдіре бастаған Нияздың отбасымен танысады. Ермек Серкебаев Нияздың ұлының рөлін сомдайды. Нияздың отбасы өте өнерлі жанұялардың бірі болады. Фильмде Ермек Серкебаевтың бірнеше әндерін тыңдауға болады. Ермек Бекмұхамедұлы Серкебаев әйгілі опералық және камералық әнші, педагог, баритон, КСР халық әртісі, Қазақ КСР халық әртісі профессор, 1982 жылы, қоғам қайраткері, социалистік еңбек ері. Нияз фильм соңында Тана-анаға көңіл жарастыруға ұсыныс білдіріп, қос тойдың өтуіне себепкер болады. Нияз рөлін Әубәкір Исмайылов сомдайды. Әубәкір Исмайылов Қазақ КСР-ның халық суретшісі, режиссер және актер, Қазақстанның халық әртісі. Әубәкір Исмайылов 1913 жылы нөмір 6 ауылда, қазіргі Қарағанды облысы Тельман ауданында туған. Әкесі шахтер болатын. Әубәкір бала кезінен бастап суретті көп салды. Балшықтан түрлі ойыншықтар жасайтын. Әсіресе жылқы мен салт атты адамның мүсінін жасауға аса құштар болатын. Еңбегі бірінші рет 15 жасында көрмеге қойылған. Суретші есімі Қазақстанға және одан тысқары жерлерге кеңінен мәлім. Әубәкір Исмайыловтың туғанына 100 жыл толуына орай 2012 жылғы 28 қыркүйекте Астана қаласындағы көшелердің біріне Республика даңғылы мен Бараев көшесінің арасы оның есімі берілді. Аймен Тана-ананың тақиялы періште Тайлақпен алғаш таныстырған қыздың рөлі. Бұл рөлді Райхан Шанин сомдаған. Райхан Шанин атақты Қасымхан Шаниннің қызы және Жұмат Шаниннің немересі болып келеді. Жарты ғасырдан аса уақыт өтсе де, көрермендердің әлі де ыстық ықыласына бөленіп жүрген Тақиялы періште фильміне арналған видеомыз осымен тәмам. Фильмнің кейіпкерлерін уақыт қалай өзгерткенін бағалай кетіңіз.